Сәлеметсіздер ме, құрметті педагогтар? Бүгін біз авторлық бағдарлама жазып үйренемін атты курсымыздың бірінші сабағын бастаймыз. Ең әуелі, авторлық бағдарлама дегеніміз не деген сұрақты әрбір педагог өзіне қою керек. Себебі мектепте жүрген әрбір мұғалім авторлық бағдарлама жаза алады. Ең бастысы, педагогта мынадай мақсаттар болу керек. Мен білім сапасын арттырамын, бір пәнді, тарауды тереңдетемін, немесе кәсіби бағдар бере аламын, оқушылардың зерттеушілік, зияткерлік қабілетін дамыта аламын, немесе оқушылардың шығармашылық қабілетті арттыра аламын. Кей педагогтар ерекше түрде жаңа бір технологияны ұсынуы мүмкін. Осы мақсаттардан кейін біз мынаны түсіну керекпіз. Авторлық бағдарламаның бағыттары болады. Негізі 4 бағыт. Бірінші бағыт толықтырылатын деп аталады. Ол бейімделген. Яғни белгілі бір пәнге байланысты, қазақ тілі болатын болса, грамматика саласы, математика болатын болса, есептер, яғни логикалық есептер, тарих болатын болса, хандық дәуір деген сияқты, белгілі бір тарау, немесе бір бөлім, немесе бір сыныптағы мәселелерді тереңдете, толықтыруды қажет етеді. Осы бағытқа ең көп басымдық беріліп отыр. Екінші бағытымыз комбинаторлы деп аталады. Яғни кіріктірілген. Бұл жерде 2 пәнді кіріктіруге болады. Физика мен астрономия, немесе физика, лирика, немесе тарих, география сынды ұқсас пәндер, немесе ұқсас болмаса да бір үндестік табуға болатын пәндерді кіріктіру арқылы жасалатын авторлық бағдарламалар. Ал енді үшіншісі өнертапқыштық деп аталады. Бұл мектептегі үйірмелер, мысалы драма үйірмесі, көркем сөз, музыка, қолөнер секілді бағыттарды өнертапқыштық бағытта дамыту. Бұларға оқушылардың шығармашылық қабілетін шыңдауға бағытталған жұмыстар жатады. Ал 4-ші бағытымыз жаңа технология. Бұл тың технологияны ұсынумен ерекшеленеді. Немесе арнайы платформаны құру, ерекше бір веб-сайттар ашумен ерекшеленеді. Құрметті педагог, өзіңіздің бағытыңызды анықтай алдыңыз ба? Әріптестер, бірінші сабақтан не түсіндік? Яғни біз ең алдымен авторлық бағдарламаны кез келген педагог жасай алатынын түсіндік. Содан кейін өзіміздің бағытымызды айқындадық. Үшінші мәселе, біздің білім стандартынан ауытқымау керек екенімізді түсіндік. Олай болса, бірінші сабағымыз тәмам.